Ертеде бір шаһарда күлше қыз өмір сүріпті. Ол өте ақылды, пысық, үйдегі шаруаның барлығын жасайды екен. Күлше қыздың қатал, өте ұрысқақ, өгей шешесі болыпты. Және оның ерке, жалқау, Дризела деген қызы болыпты. Ол өзінің қызын қатты жақсы көреді екен. Ей күлше қыз! Ей күлше қыз, бері кел қане! Сен ана киімдерді үтіктеп қой. Жарайды. Ана ыдыстардың бәрін жуып қой. Содан кейін, ана жұмысты жасап болған соң, ана жақта жануарларға тамақ бер, жем бер, суын бер. Жарайды. Содан кейін, үйлердің бәрін сыпырып қой. Еденнің бәрін жалтыратып жуып қоятын бол. Біз қазір тойға барамыз. Жарай ма? Біз тойға барып келгенше бәрін жасап қой. Осы айтқандарым бәрін істеп қоятын бол. Біз қазір тойға барамыз. Мен сенің бармаймын ба? Не дейді? Мен сенеге бармаймын. Сен қалай барасың? Сен бармайсың, сен жаңағы айтқандарыңның бәрін істеп қоятын бол. Жарай ма? Мен тойға кеттім. Кеттік, е? Ой, менің әдемі қызым, менің красавицам. Жүр, тойға кеттік, болды, дайынсың? Ой, қандай күштісі. Анамдашы, мен де барайыншы тойға. Сен бе? Сен қалай тойға барасың? Андағы киімің не? Андағы тұрысың не сенің? Көйлегіңде дайын емес қой. Андағы түріңмен қалай бармақшысың сен, а? Менде көйлегім бар ғой. Қандай көйлек бар сенде? Көп көйлек бар. Қазір.
Мына бұл кеткен ғой. Менің қызымның көйлегін киіп алыпты ғой. Шеш қане қызымның көйлегін. Кім саған ки деп айтты мынаны? Шеш бол тез. Міне мен оны жаған ғой. Бірінші бөлімнің соңы.